Сәлеметсіздер, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздерге Қазақстан бойынша үйі жоқ деген анықтаманы қалай аламыз, соны көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен біз egov.kz сайтына өтеміз. egov.kz сайтына өткен кезде бізде келесі Республики Казахстан деген шығады, электронное правительство. Осыны біз қазір қазақ тіліне ауыстырып аламыз. Жоғары жағына қазды бассаңыз қазақ тіліне ауысады. Енді осы жерде кіру деген батырманы баса отырып, біз ECP ключті енгіземіз, яғни соның паролін барлығын енгіземіз. Енгізіп болғаннан кейін танымал қызметкер дегенде екінші бөлімде бізде жеке тұлғалар үшін жылжымайтын мүліктің болмауы туралы ақпарат беру деген шығады. Онлайн сұрауды басамыз. Осы жерде бізде балаңызға немесе өзіңізге деп шығады. Егер сізге өзіңізге керек болса, өзіңіз Қазақстан бойынша деп таңдайсыз, балаңызға керек болса, балаңыздың иінін енгізесіз. ЖСН. Осыдан цифрлы қолтаңба қол қою арқылы сізге анықтама шығады. Дәл осылай мына жерде жаңа сұрау деп бассаңыз, сізге келесі сұрауды алуға болады, яғни балаңызға